біз керемет болып кетеміз деп. Айтып отырмын, Кенесарының басын алып кетсе, қазақ бұдан кейін Кенесарының басын емес, денесін алып келсең де ше, қайтып далаға шығарып, міне мынау Кенесарының бүкіл денесінің сүйегі деп, оны аспанға іліп қойсаң да ештеңе өзгермейді. Бір бас сүйек келіп бүкіл әлемді өзгермейді. Астапыралла, осыдан сақ болайықшы. Ойбай, Тайқазан кезінде Ленинградта болды, Санкт-Петербургте. Өзбек Жәнібек ағамыз соны, атамыз соны әкеп берді бізге, солай ғой тарихта. Қайтып әкеп Түркістанға қойған кезде бітті деді ғой. Қазақстанның құт берекелі болады. Өз байлығымен, өз билігі халқының өзіне бұйырады деді. Атаңның басы, шешеңнің шорбайы. Сондай болды ғой. Басталды ғой, Қазан келген күннен басталды ғой. Жемқорлық, парақорлық, зинақорлық, араққорлық, нашақорлық содан кейін басталды ғой. Мысалы, мен Қазанын көріп отқан жоқпын. Просто соған сеніп қалғанымыз екен да. Қазан келді деп шулады адамдар. Қазынамыз келді, қазынамыз деп. Қазанның ішіндегі ақшаны тонады ғой айуандар. Білесіз ғой? Білесіз ғой, Түркістан ішінде, Тайқазан ішінде ақшаны ұрлаған. Қолпын бұзып ақшаны ұрлаған ұсталды ғой. Қайбір жылдары. О, өлгерді. Ал қазынаңды бастап тонады. Оған байланысты емес. Темірге, шойынға, немесе бас сүйекке бір. Оған байланысты емес. Басшының ниетіне байланысты тағы да айтамын.